Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге қыс мезгіліне өріктен табиғи шырын жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бар жоғы 2 килограммнан дәл осындай 6 литр сок жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліңіз. Ең алдымен өріктерімізді бірнеше рет жуып, тазартып алатын боламыз. Және де осындай қызарғанынан таңдап алсаңыздар өте дәмді болып шығады. Менде қазір өріктердің бәрін жуып тазалап алдым. Және де осылай пышақтың көмегімен ортасындағы сүйектерін ажырататын боламыз. Төменде описание бөлімінде барлық рецепті қалдыратын боламын, сол жерден қарасаңыздар болады. Барлығын тазалап алғаннан кейін қазір осы өріктерімізді өлшейтін боламыз. Байқап тұрсаңыздар, ешқандай сүйегі жоқ өріктің өзі менде 2 килограммдай болды. Ендігі кезекте үлкен ыдысымызға өріктеріміздің барлығын салып алатын боламыз. Қазір блендердің көмегімен барлығын жақсылап езіп шығамыз. Блендердің көмегімен барлығын жақсылап езіп шығатын боламыз. Ешқандай да түйіршік қалмауы қажет. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта неше түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай әдемі қылып езіп алатын боламыз. Ендігі кезекте газ отымызға қоятын темір табағымызға жаңағы блендерден өткізген өріктерімізді салатын боламыз. Сонан кейін өрігімізді езген ыдысымызбен 2 рет су құятын боламыз. Видеода байқап тұрсаңыздар, дәл осылай 2 табақ су құйып шығатын боламыз. Қыс мезгіліне арналған бұл сокты міндетті түрде жасап көріңіздер, ешқандай қою немесе қатты сұйық болмайды. Сонан кейін 800 грамм қантымызды қосатын боламыз. Барлығын қосып болғаннан кейін жақсылап осылай видеодағыдай түбінен бастап араластыратын боласыздар. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін газ отымызға қойып, үстіне 1 шай қасық лимон қышқылын қосатын боламыз. Газ отымыздың астын жайға қойып 15 минут қайнатасыз. Және де осылай араластыруды ұмытпаңыздар. Банкаларымызды су моншасына қойып алатын боламыз. Егер де сізде бұндай темір болмаса, чайникке немесе мантоваркеге қойсаңыздар болады. Ал крышкаларды осылай қайнаған суға 10 минутқа салып қойсаңыз жеткілікті. Барлық затымызды алдын ала осылай дайындап аламыз. Мінекей мен барлық банкілерді су моншасында қойып алдым. Және де біздің согымыз өте ыстық. Қазір осы банкілерге құятын боламыз. Дәл осы рецептпен қыс мезгіліне жасап көріңіздер, ешқандай да қорықпай, өте дәмді болып шығады. Және де сізге егер де мякотпен ұнамайтын болса, ситодан өткізіп алсаңыз болады. Бірақ та маған мякотпен ұнағандықтан мен ешқандай да ситодан өткізген жоқпын. Дәл осылай барлық банкілерімізге құйып шығатын боламыз. Өте оңай, қолжетімді заттардан жасалатын рецептерді іздесеңіздер, менің каналымда ондай рецептер өте көп, сондықтан қарап шығуларыңызды сұраймын. Барлығын құйып болғаннан кейін осылай крышкамызды нығыздап, жақсылап бекітетін боламыз. Мінекей біздің қысқа арналған согымыз дайын болды. Енді кезекте банкаңызды төңкеріп, 2 күнге жылы жерге көрпеге орап қойсаңыздар болады. Өріктен жасалған согымыз кішкентай балаларға өте қатты ұнайды, сондықтан балаларыңызға жасап беріңіздер. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта өте оңай қолжетімді рецептермен бөлісетін боламын.